Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Қазір міне жаздың күні, жаз басталды. Шөлдейтін мезгіл. Сондықтан қазір міне шайлар, напиток дейміз ғой, түрлі сусындар дайындау керек. Қазір мен сіздерге бір сусын дайындайтын боламын. Көк шайдан. Алдыменен көк шайды салып қойдым ыдысқа. Енді мына лайым дейді ғой, осы лайымды дайындаймын. Турап алайын. Жалбыз мята дейді ғой. Осы жалбыздан. Бұған енді міне үлкен қасықпен бір қасық лайыммен жаңағы жапырақты міне салдым. Енді үй жағдайы болғандықтан міне оқтаумен езейін деп жатырмын. Міне енді үстіне мынадай өзімнің дайындап қойған мұзымды салып, міне қымбатты көрермендер, менің көк шайым дайын болды. Бисмилля. Керемет. Мен екінші сусынымды, екінші напитогымды жасап көрсетейін деп жатырмын. Үйден жасасаңыздар, әлде қайда арзан, тиімді болады ғой. Бұны да дәл солай етіп турайын деп тұрмын. Лимонымды салып, үстіне шекерді салып, еземін. Бір жарым қасық салайын деп тұрмын. Енді қалауларыңыз біледі. Міне, жетеді деген ойдамын. Бисмилля. Бисмилля деп бұны да көрейін. Өте тамаша, жасап ішіңіздер. Үшінші сусынды дайындағалы жатырмын. Ол үшін міне алдыменен мына өнімдердің артық жерлерін алып тастаймыз. Лимонның жаңа жартысын жасағанмын, әзір жарты лимон. Ыдысыма саламын. Және лимонды, клубниканы саламын. Мятаны саламын. Енді қантты салып еземін. Бір жарым қасық. Міне менің үшінші сусыным дайын болды, дәмін көрейін. Тамаша. Бірі бірінен өтеді дәмі. Үйде немерелеріңізге, балаларыңызға немесе өздеріңізде жасап ішсеңіздер, үй жағдайында осылай етіп керемет. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.